Медицина саласындағы ең маңызды тақырыптардың бірі ол дифференциалды диагностика деп айтады. Яғни бір ауруды келесі аурулардан ажырату болып саналады. Мысалға, бір адам қан кетіп жатыр аузынан, да, сол кезде біз ойлауымыз керек. Ол қан кетуі, ол өкпе ауруларынан ба, немесе асқазан ауруларынан ба? Екеуін бір-бірінен ажыратуымыз керек. Енді осы тұста біз үш белгісіне тоқталамыз. Ең бірінші себебі, біз құсып жатқан кезде, қан кетіп жатқан кезде науқастың қараймыз. Ол жөтелген кезде қан кетіп жатыр ма, немесе кәдімгі құсқан кезде қан кетіп жатыр ма? Егер науқас жөтелген кезде қан кетіп жатса, онда оның өкпе ауруларынан екендігін білуімізге болады. Ал егер қан құсу кезінде болса, онда ол асқазан аурулары салдарынан, мысалға, онда асқазан жарасы, язва болуы мүмкін. Ең бірінші себеп осы жөтелу ма, немесе құсқан кезде ме? Бірінші қарайтын нәрсеміз. Екіншіден, науқастың құсқан қанның түсіне қараймыз. Егер де ол қара қоңыр кофе тәріздес болса, онда ол бізде асқазаннан кетіп жатқандығын білдіреді. Ал өкпеден болған кезде оның түсі алқызыл түсті, және де ол жерде ауа көпіршіктер болуымен ерекшеленеді. Ал үшінші себебі, асқазаннан қан кеткен кезде 4-6 сағат өткен соң оның мелена тәріздес, яғни қара қоңырқай түсті нәжіс пайда болады, яғни нәжісінің түсі осылай қара қоңырға енеді. Ал өкпеден қан кеткен кезде біз сұраймыз ғой, енді өзінен енді айта алмауы мүмкін, қасынан туысқандарынан, сол кезде оның бұрыннан өкпе ауруларымен ауыратындығын білуі айтылады, осындай себептермен бар деген сияқты. Және де біз фонендоскоп арқылы өкпесін тыңдаған кезде ұсақ сырылды калибрлі дыбыстарды еститін боламыз. Яғни бұның барлығы кітапта сөйлем түрінде бір кішкене ғана абзацпен жазып қойды, бірақ осының өзі әрбір оқылған сөйлем бір пациенттің өмірін құтқаруға, яғни дұрыс диагноз қоюға, ажыратуға бізге мүмкіндік береді.